Подсолнух. Комфорт и уют в каждый дом. Бұл Мория ауданының Бостан ауылына шаңырақ көтерген көлемі 800 шаршы метрлік кестешілік базасы. Заманға сай озық аспаптармен жабдықталған бұл орынның шарт жағдайы кемелді. Тігу базарландыру барысы жүйелі болғандықтан, ауылдағы қолы бос әйелдердің осында келіп кәсіптенуіне көптеп қолайлықтар әкелді. Ұғысуымызша бұл кестешілік базасының Санжы облыстық мал шаруашылығы мекемесі сынды орындар мол қаржымен қолдапты. Біздің Мория ауданы Бостан ауылдық ұлттық кестешілік өндіру базамыз 2012 жылы рәсми құрылысы бітіп іске қосылды. Оған жоғарғы орында 3 миллионнан астам қаржы ажыратып, әзір өздеріңіз көріп отырғандай үлкен кемелді осындай кестешілік базасы құрылып отыр. Енді осы біздің мына жаңадан құрылған кестешілік базамыз іші 3 үлкен бөлмеден құрам табады. Біреуі компьютерлі әртүрлі кесе тігу бөлмесі, енді біреуі автоматты машиналы кесе тігу бөлмесі, енді біреуі және біреу машиналы іс тігу бөлмесі сияқты 3 түрлі бөлмеден құрам табады. Бұның арнаулы өзінің жоба үйі, ісханасы және қызмет істеу үйі, іскалас сияқты бірнеше кішкентай бөлмелер де бар. Біздің өзіміздің дәстүрлі ұлттық кесте бұйымдарын өндіру ісіміз бұрыннан бар. Бірақ та бұрынғы мына отбасында отырған әйел жолдастар жөнін айтқанда, үйінде кесте тіккенмен, бірақ оның базарға шығымы өте төмен. Әзір осы отбасында отырған әйел жолдастар қазір негізінен осы кооперативке келіп, осы жерден кәсіптеніп жатыр. Әзір бұл кісілердің жалпы кірісі жаман емес, айлық кірісі 1000 юан, 1500 юанға дейін барады. Бұл компьютерлі кесте тігу бөлмесі. Бұнда компьютерде жобаланған кесте үлгілері бойынша жұмыс автоматты жүріледі. Ұғысуымызша мұндағы кестеленген бұйымдар реттілігімен, жұмыс қарқынының тездігімен дараланып, алармандардың алқауына бөленіпті. Мұндағы бір жабдық 12 шебердің күндік жұмысын 1 сағатта бітіреді екен. Компьютерді жобалап, дайындап әкеп қойған үлгімізді випан арқылы осының ішіне көшіріп алғаннан кейін, мәселен, мынандай үлгілерді алдыменен таңдап алғаннан кейін, таңдап осының ішіне түсіргеннен кейін, бір басында 12 ине бар. 12 инеге 12 түрлі жіп сабақтаймыз да, мынаған таңдап алған үлгіміздің реңі бойынша осыдағы, мәселен, 5 инелік болса, 5 иненің жібін талдап, осыған өткізіп тігеміз. Қазір мына астыңғысы тігіліп болған үлгіміз мына бетіне үстіп түсіп тұрады. Тігіліп тұрған үлгілеріміз тігіп толық түседі да, енді мына үстің жағында мына әзірге тігіп жатқан үлгіміз. Тігіп, әзір мына иненің ұшын жер кеп тұр, анада тігіп тұрған орын, мына компьютерде қай жер тігіліп жатыр, қай жер тігілген жоқ, ол белгілі болып тұрады. Мұнан енді осы кезде бір адамға біреуінің басында бір адам тұрып басқарып тұрамыз, сонда бір жолда сол 2 сағат ішінде 12 тал бірақ шығады. Енді жалғыз адам отырып тіксене бір күнімізден артық уақыт кететін шығар. Табақтың астына қоятын, одан кейін чаугімдердің астына қоятын, орнына қазақи тұтқыш дейміз, солардың бетін ойып тігеді. Одан тыс көрпелер, қазақи төр көрпелер тігіледі. Одан кейін көйлектің етегіне ою басу, одан кейін мешпеттердің алдына ою түсіру, одан кейін қазақи енді костюмдарға да ою түсіруге болады, мәселен балағына, одан кейін мына жағаларына бәріне ою түсіріп кетуге болады. Оның барлығын енді компьютерде жобаланған нәрсені мынада тіге беруге болады. Мория ауданы кестешілік кәсібі дамыған орындардың бірі. Мұнда алуан түрлі кестелердің қыры мен сырына қанық шеберлерді молына жолықтырасыз. Десе де ілгерде әркім өз үйінде отырып, өз қалаулары бойынша іс жүргізгендіктен, олардың өндірген өнімдері базарға дерлік ой салмай келген. Бұл бір жағынан кестешілердің қызығындылығына су сепсе, енді бір жағынан айналым қалыпсыз болғандықтан, кесте тігуге қажетті материалдарды дер кезінде сатып алуларына тұсау болып келген еді. Бұл күндері мұндағы шеберлер Бостан ауылдық үкіметтің жетекшілігінде ірі кәсіптік серіктестіктермен байланыс орнатып, барлық материалдарды серіктестік қамдайтын шеберлер тек солардың тапсырысы бойынша жұмыс жүргізетін болды. Бұрын енді үздік тігеміз, үйде тіккенде кейде сатылып қалады, кейде сатылмай қалады, оның базарын таба алмай қаламыз, мисал енді. Мынада енді біздің онда ешқандай қатысымыз жоқ, біз тек қана тігіп береміз. Енді оған қарағанда мынау енді ай сайын айлық болғаннан кейін анадан негізі жақсы ғой. Үй істегеннен жақсы қолайлы. Мәшинені, мына бұлын, қаражаттарын негізі жеп суын бірақ өз өкімет мына үйреткен адамдар өзі бірақ әкеледі. Біз тек қана осының ішіне кіріп қана ана өз қиып бергенін, ана кестеп бергендерін осы мына машинамен тігіп өндіріп шығарып береміз. Тиімділігі сол енді ай сайын айлық береді. Отбасы ошаққасынан шықты, осыған кәсіптеніңдер деді. Әйелдер кәсіп беріп, негізі сол енді отбасы қаражат
чыгарып кой биздики. Энди ана кишилер бизди үйрөттү, бирок негизи булсуз. Бостан ауылдық үкімет жоғарының тиімді саясатынан ұтымды пайдаланып, шеберлерге қажетті іс тігу машиналарын көптеп енгізді. Әрі ауыл көлеміне селбесі кооперативтерін құрып, жұмыстың тыңғылықты жүргеніне орай жаратты. Мұндағы шеберлердің басым көбі ауыл орталығына келіп бір жағынан үйреніп, енді бір жағынан өнерлерін ұштаса, ал қалған бір бөлімі қыстақтардағы іс тігу орындарына жұмысын жалғастырып, кірістерін арттырды. Ұлттық шебер кестақанасын 2011 жылдан бастап құрғамыз. Бұл барыста өзім жеке пұлыммен 30 машина кіргізіп, 30 адамды кәсіптендіріп істеткем. Кейін келе өкімет жағы көріп осындай көмек қылғаннан кейін, ол кісілер былтыр 5 айдан бастап 70 машина түсіріп берген. Әзір 120 адам бар. Осы кестақанаты істеп жатқан көп санды тұрақты істейді. Енді осы кестақананың өзінде тұрақты істеп жатыр. Енді бір мұншасы семья жағдайына қарай малы бар, ана-мына деген сияқты шаруадар бар, сондықтан олар үйін істейді. Бұл тіккен кестелерінің жібін, бұлын, одан кейін үлгідерін өзім бірақ тұрақтандырып көрсетіп берем. Әр жерде көрсе де, бірақ осы өкімет қолдап жатыр оны. Бұрынғы дегенде біз өзіміз жеке үй майлап, жеке андай-мындай істеткенбіз. Әзір ғой, өкімет ол жағына қолдап тұр. Ол енді орын тап берді, осы 800 шаршы метрлік үй мынау. Енді қыстақта да бар сондай салып берген үйдер. Міне осылайша кәсіп көлемі арналанып, жұмыс тәсілі жүйеге түскен, әрі осы заманғы озық жабдықтармен жабдықталған Бостан ауылындағы кестешілік базасы ауыл әйелдерінің кәсіптенетін негізгі орнына айналды. Жақында ғана мемлекеттік 2 мәжіліс ашылды. Осы мемлекеттік 2 мәжілістің рухы да негізінен жалпы беттік осы егінші малшы кісілердің тұрмысын жақсарту, халық тұрмысын жақсартуды баса дәріптеп жатыр. Біз енді осы мемлекеттік 2 мәжілістің рухы бойынша халыққа жақсы әрекет істеу арқылы халық тұрмысын жақсартпақшымыз.